Сәлем достар, біздер бүгін осындай вупи-пай тортын жасаймыз. Видеоны толықтай көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып және қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге алдымен қант, сары май, шоколад, таза болғаны жөн, какао, қопсытқыш, 5 жұмыртқа, жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 4-еуі де болады. Көлеміне байланысты және ұнды обязательно ситадан өткіземіз. Мен шоколадтан осындай қазақстанский қолдандым. Қандай қолдансаңыз да өздерің білесіздер. Ең бірінші құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Ол ұн, қопсытқыш және какао. Одан кейін шоколадымызға сары майға салып, водяной баняда ертіп аламыз. Микроволновкада де болады. Мен осылай водяной баняда ерттім. Ең бірінші біздер формамызды дайындап аламыз. Ол міндетті түрде біз бисквитімізді жасаған кезде ол тұрып қалмау керек. Осылай 21 диаметрлі формаға өстіп пергамент қағазды кигіздім. Кесіп аламыз. Сосын қайттан шешеміз. Осындай форма қалады. Біз осыған құямыз. 4 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Ақшыл көбікке енгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Ондай қатты көп ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Одан кейін ертілген сары май мен шоколадымызды құйып араластырамыз. Содан кейін барып ұнымызды електен өткізіп саламыз. Саламыз, миксерлейміз, саламыз, миксерлейміз. Бірден салып жібермеңіздер. Мінекей осындай тест шығады. Біздер міндетті түрде өлшеп аламыз. Ең бірінші бисквитіміз жасамас бұрын ыдысымызды өлшеп алу өте маңызды. Менде 251 болды ыдыстың салмағы, ал қазір общий 966 болып тұр. Осыдан 251-ді алып тастаймын да, қалғанын 4-ке осындай бөлем. 4 формаға бөліп қойғанда маған 178 граммнан келеді екен. Мінекей осылай бөліп өлшеп қойған өте маңызды болып шығады. Үйренгеннен кейін көз мөлшерімен де істей беруге болады. Не құйып аламыз, сосын өстіп қасықтың көмегімен болсын, лопатканың көмегімен болсын, жаңағыдай силиконовый лопатка жая беруге болады өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Осылай дайындап аламыз да, оны противенге салып, 7-8 минутқа 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Піспеген осылай спашкамен қараймыз. Егер спашкаға жабыспаса, онда ол піскен деп есептелінеді. Суығаннан кейін өстіп төңкеріп қоямыз. Ал енді кремнеге кірісеміз. Кремне осындай свежий завтра сливки, маскарпоне 250 грамм қолданам. Гальбан еткенде қолдансаңыздар болады. 200 грамм сахарный пудра және креметте творожный сыр. Мен креметте қолданам, мелиттен де қолдануға болады. Және осындай бізге вупидің насадкасымен мешогы керек. Бұл тортты қиюға арналған. Творожный сырымызға маскарпонемізді салып, миксерлеп аламыз.
Осылай миксерлегеннен кейін сахарный пудрамызды салып, тағы да миксерлейміз. Түйіршіктер қалып қоймау керек. Ең маңыздысы сол. Оның үстіне сливкемізді құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Креміміз біздің өз-өзін ұстап тұратындай қалыпқа ену керек. Мінекей осындай консистенция шығады бізде. Ал енді тортымыз жинауға кірсек, кремімізді салып аламыз осылай. Подложкамызды қойып аламыз. Осылай крем жағып жібердім, мен торт жылжып кетпес үшін. Міндетті түрде бисквиттерімізді төңкеріп қоямыз. Аст жағы өйткені тегіс болады бисквиттердің. Осылай кремімізді құямыз. Төменнен жоғары қарай көтеріп шарик жасаймыз. Мінекей менікі көріп тұрғандарыңыздай. Осылай бәрін құйып аламыз, ортасын толтырамыз креммен. Содан кейін екіншісін қоямыз. Осылай міне 4 қоржында өстіп жинап шығамыз. Мінекей осындай шариктер шықты. Қалған кремді бетіне құттай құйып жібереміз. Оның үстіне қазір шоколадный ганаш құямыз. Шоколадный ганашқа 100 грамм сливки мен 100 грамм шоколадты водяной баняда ертіп, міне осындай болып шығады, құйып шығамыз осыны. Шоколадтың жақсы сапада болғаны өте маңызды. Мен осылай әрледім, өздеріңіздің қалауларыңызша әрлеуге болады. Мінекей менің тортым дайын. Кескенін қарайық. Осындай дәмді, жұмсақ, өте керемет торт шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.